Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн болсын, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге тестасы жұп-жұмсақ, нәзік, воздушный беляшидің рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осындай сочный болып шығатын беляшиді мен ұсынған рецептпен дайындап көріңіз. Бұл беляшиді жегендер мында, жемегендер мында. Рецепттің описание бөліміне толықтай жазып кететін боламын. Яғни осы беляшидің аты жазылған жерді бассаңыз, описание бөлімі ашылады. Ең алдымен алдын ала өлшенген ұнымызды илектен өткізетін боламыз. Илектен өткізу міндетті, себебі біздің тестамыз воздушный, нәзік, жұмсақ болып көтерілу үшін осы илектен өткізілген ұн көмектеседі. Достар, беляши тестасына қосатын ұндарыңыз жоғарғы сұрыптағы ұн болса, онда ұнымызды илектен өткізудің қажеті жоқ. Келесі кезекте бөлек ыдысымызға жылы су, сүт, қант және де тұз, майонезімізді қосып, қант пен тұз ерігенше қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір дана жұмыртқамызды қосып, сары уызымыз бен ақ уызымыз араласқанша венчиктің көмегімен қозғайтын боламыз. Илектен өткізілген ұнымыздың ортасын ашып, оның үстіне сұйық массамызды құйып, ашытқымызды қосып, сұйық майдың көп бөлігін қосып, таза қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр илеуге жақын қалған кезде сұйық майымыздың кішкене бөлігі қалды, соны да құйып, тағы да жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек, қолға жабыспайтындай. Қамыр ашып көпсіген кезде майлыққа жабыспайтындай болу үшін үстіне пищевой пленка немесе пакет кигізіп, оның сыртына майлықпен орап, тағы да сыртын одеял немесе қалыңдау жемпірмен ораймыз. Бұл қамырымыздың тез ашуына көмектеседі. Қамыр шамамен 1,5-2 сағат көлемінде ашиды. Қамыр ашимын дегенше салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге жуа, одан кейін тартылған ет қажет болады. Жуамыздың алдын ала сыртын ашып, жақсылап жуып, кубиктап, жұқалап турап шығамыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, зира, сұйық май керек болады. Барлығын бір ыдысқа қосып, таза қолымызбен жақсылап араластырамыз. Салмамыздың дәмі біркелкі болу үшін барлығын толықтай 5 минут көлемінде жақсылап араластырамыз. Араласқан салмамызды алдын ала табамызды қыздырып, ішіне сұйық май құйып, дайын болған салманы саламыз. Достар, табамызды қыздырып, сұйық майымыз құйып жатқан кадр түспей қалыпты. Сұйық майды көп мөлшерде құйып жібермеңіздер, себебі қамырға салмасын салып бүгіп жатқан кезде сұйық майы ағып, қамырымыз жабыспай қалады. Салмамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін 40 минутқа бұқтырып қоямыз. Біздің жуамыз бен етіміз толықтай пісуі керек, себебі біздің беляши оңай майға қуырылғандықтан ішінде тартылған ет пен жуа піспей қалады. Сондықтан да барынша салмамыз толықтай пісуі керек. Ескертетін жағдай, салмамыз толықтай суыған кезде ғана қамырымызға орналастырып бүгетін боламыз. Егер де сол ыстық күйінде қамырға салып бүгіп жіберсеңіздер, беляшимыз қуырылып жатқан кезде іші қамыр болып қалады. Сондықтан да салмамыз барынша толықтай сууы керек. Салмамызды дайындап болам дегенше қамырымызды ашыды. Ендігі кезекте қамырларымызды бірнеше бөлікке бөліп, домалақтап, яғни зуала жасап, үстін осылай майлықпен жауып қоямыз. Келесі кезекте дайын болған қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қатты қалың қылып жібермеңіздер, себебі қуырған кезде іші қамыр болып қалмас үшін. Қамырды жайып болам дегенше салмамыз толықтай суыды. Суыған салмамызды қамырымызға орналастырып, екі қолымыздың көмегімен қамырды бүгетін боламыз. Бүгу оп-оңай, екі шетін жақсылап басып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей. Достар, ескертетін жағдай, шетін жақсылап тұрып баспасаңыздар, яғни дұрыстап бүгілмесе, беляши қуырылып жатқан кезде ортасы ашылып, беляши дұрыс шықпай қалады. Сондықтан да шетінің дұрыс жабысуына барынша назар аударыңыздар. Қолымызбен жабыстырып болғаннан кейін үстін тағы да шанышқының көмегімен басып шығамыз. Достар, мен қуыратын заттарды времянкаға қуырамын. Времянкаға апарғанға дейін беляшилерді бірінің үстіне бірін қоймай, осындай арнайы доскаға ұн сеуіп,
дара-дара етіп беляшилерді орналастырып шығамын. Беляшилердің воздушный болып шыққанын қаласаңыздар, бірінің үстіне бірін қоймаңыздар, осылай дара-дара етіп доскаға салып апарғандарыңыз дұрыс. Ендігі кезекте қызып тұрған майымызға осылай беляшилерімізді бірінен кейін бірін саламыз. Достар, майымызды қатты қыздырып барып, осы беляшиді салмаңыздар, себебі біздің қамырымыз ашығандықтан іші піспей қалады. Беляшидің бір беті қызарғандықтан екінші бетіне аударамыз. Достар, сіздер ойлауларыңыз мүмкін, май қуыратын ыдысы қап-қара, немене шумайма деп. Бұл біздің осындай арнайы май қуыратын ыдысымыз. Бұл жуылғаны жуылды, кетпегендері қалған. Сондықтан да барынша дұрыс ойда болыңыздар. Қуырылған беляшилерімізді осылай сүзгіге салып, артық майларын сілкейміз. Сілкімеген жағдайда беляшилеріміз май шылқып, жеуге ыңғайсыз болады. Беляшидің артық майлары тағы да шығу үшін сүзгеннен кейін беляшилерімізді осылай тұрғызып қоямыз. Осымен біздің сочный әрі мощный дәмі естен кетпейтін воздушный беляшимыз дайын болды. Бізге ас болсын. Достар, сіздерде мен секілді дәмді, сочный, естен кетпейтіндей воздушный беляши жасағыларыңыз келсе, мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер. Әлбетте бір жасағаннан сәтті шығады. Сіздерге беляши дайындауға сәттілік болсын. Достар, менің рецепттерімді көбісі YouTube каналыма тіркелмей қарайды екен. Менің YouTube каналымда көптеген түскі, кешкі асқа дәмді, ерекше тағамдардың рецепті бар. Одан бөлек тәтті бәліштердің, пирогтардың да рецепті бар. Тағы да қоса пендодо курсының өте сабақтары бар. Сондықтан да достар, қаншама пайдалы ақпараттар мен рецепттерді жоғалтып алмас үшін YouTube каналыма тіркеле кетіңіз.